Сәлем балақай. Бүгін біздер сауат ашу пәнінен сөйлеу, сөйлем, мектептегі бір күнім деген тақырыппен танысатын боламыз. Бұл сабақтан сызба арқылы және сурет арқылы сөйлем құрастыруды үйренесің. Оқулықтағы суретке назар аударатын болсақ, оқушының жұмыс жасауына арналған әртүрлі кабинеттерді көруге болады. Ең бірінші суретте музыка пәні кабинеті көрсетілген. Балақай, енді сұрақ қою арқылы сызба бойынша сөйлем құрастырайық. Сөйлем құрау үшін мына бір сұраққа жауап берейік. Оқушылар не істеді? Жауап берместен бұрын астындағы сызбаға назар аударайық. Жауабымыз неше сөзден тұру керек? Жауабымыз 3 сөзден тұру керек. Оқушылар не істеді деген сұраққа 3 сөзбен оқушылар ән айтты деп жауап берсек болады. Келесі суретке назар аударайық. Оқушылар қай жерде отыр? Оқушылар асханада тамақтанып отыр екен. Енді астындағы сызбаға назар аударатын болсақ, бізге 3 сөзден құралған хабарлы сөйлем құрастыруымыз қажет. Ол үшін оқушылар қайда келді? Немесе оқушылар не істеп отыр деген сұраққа жауап берейік. Оқушылар асханаға келді. Оқушылар тамақтанды деген жауаптарды айтуға болады. Балақай, келесі суреттен нені көріп тұрмыз? Бұл қай жерде ойлайсың? Әрине, бұл кітапхана. Кітапханадан оқушылар өздеріне қызықты кітаптарды ала алады. Енді оқушылар не істеді деген сұрақ арқылы сызба бойынша 3 сөзден тұратын сөйлем құрастырайық. Оқушылар кітап алды, кітапханашы кітап таратты деген сөйлемдерді құрасақ болады. Келесі сурет бойынша оқушы не істеді деген сұраққа жауап берейік. Оқушылар ойыншық құрастырды. Балақай, біз оқулықта берілген сурет бойынша және соған сәйкес сызба бойынша сөйлем құрастыруды үйрендік. Тақырып сен үшін түсінікті болды деген ойдамын. Әрі қарай сабағымызды жалғастырамыз. Оқулықта келесі берілген тапсырма сөз таны. Бұл жерде мақал берілген. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ. Бұл мақалды қалай түсінсек болады? Ең алдымен мақалдың бірінші бөлігіне қарайтын болсақ, оқусыз білім жоқ дейді. Яғни біздер білім алу үшін міндетті түрде оқып, жазып, сызып үйренуіміз қажет екен. Оқуды білуіміз қажет. Мақалдың екінші бөлігіне назар аударатын болсақ, білімсіз күнің жоқ дейді. Оқу оқымасақ, біздерге білім алу өте қиын болады. Егер білім алмаған жағдайда өзіңнің қалағаныңды қол жеткізу, қалағаныңды алу мүмкіндік болмай қалады. Адам өзінің қалағандай өмір сүру үшін, өзінің арман мақсатына жету үшін әрқашанда білім алу керек. Сондықтан қазірден бастап оқуға баса назар аударатын болсаң, және өзіңе нақты арман мақсатыңды айқындайтын болсаң, болашағыңның жарқын болатыны сөзсіз. Ендеше балақай, келесі сабақта кездескенше каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпа.